Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге осындай өте дәмді және өте оңай жасалатын печеньенің рецептімен бөлісетін боламын. Барлық кететін уақытыңыз 20-25 минут қана кетеді. Іші міне осындай өте дәмді хрустящий болып шығады. Міне бізге керек ингредиенттер, толық граммовкаларын видеоның астына жазып қоямын. Бізге керек жұмсартылған май, разрыхлитель, ванилин, қант, кішкене тұз, бір жұмыртқа және әрине де ұн. Ең алдымен жұмсартылған майға қантымызды қосамыз. Мен қантты 150 граммдай қостым, бірақ сіздер азырақ қоссаңыз да болады. 150 граммен тәтті печенье болып шығады. Міне, өйстіп жай ғана еземіз. Өте оңай жасалады, мен жай бір қолымда түсіріп тұрып ыңғайсыз болды. Жай өйстіп тез-ақ езіледі. Енді қалған ингредиенттерімізді сөйтіп бірте-бірте қосамыз. Ең алдымен әрине кішкене тұз қосып аламыз. Тұз қосуды кеңес беремін осындай тәтті выпечкаларға. Міне кішкене тұз қостым. Одан кейін ваниль бар болса қоссаңыз болады. Мен кішкене қостым. Жоқ болса, онда түйетпейді. Енді жай ғана өйстіп вилкамен еземіз. Одан кейін бір жұмыртқамызды қосамыз. Және де жай ғана араластырамыз. Өте жеңіл рецепт. Міне осындай массаға дейін араластырамыз. Одан кейін ұнды қосамыз. Осындай выпечкаға міндетті түрде кез келген пирожки болсын, печенье болсын, булочки болсын, ситадан өткізіп алған жөн. Одан кейін жарты шай қасық қопсытқыш қосамыз. Қопсытқыш туралы міндетті түрде ұмытпаймыз. Себебі ең маңызды ингредиенттердің бірі. Онсыз біздің печеньеларымыз көтерілмей қалады. Енді жай ғана араластырамыз. Осындай консистенцияға жеткенде ары қарай қолмен 5-10 минуттай тестаны жасаймыз. Илейміз. Міне осындай жұмсақ тесто болып шығады. Мен тоңазытқышқа салмаймын. Кез келген форманы береміз. Неше түрлі формочкалар жасасаңыз болады, формалар шығарып. Мен жай ғана өйстіп домалақ қылып формировать етемін. Дөңгелек формасында жасаймын. Одан кейін үстіне шаңышқымен жай бастырып шығамын. Ең жеңіл түрі. Үстіне кішкене қант себемін. Одан кейін печеньеларымызды 180 градуста 15-20 минут пісіреміз. Міне мен печеньеларым шықты. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде алдын ала қыздырылған пеште пісіреміз. 180 градуста. Жасауға кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіз.